1206 жылға дейін Шыңғыс хан тарих сахнасына шықпай тұрып, Монғолия даласында түрік және моңғол этно-саяси бірлестіктері өмір сүрді. Ол кезде Монғолияның батысында наймандар, орталық Монғолияда керейттер, Селенгі өзенінің бойында жалайырлар мен меркіттер, Онон, Керулен өзендері бойында моңғол тайпалары, Қытай қорғанының маңында татарлар, Ертіс өзенінің орта ағысынан оңтүстікке қарай қыпшақтар, Сарыарқадан Сырдарияға қарай қаңлылар, Жетісу мен Мәуереннахрға қарай қарлұқтар, солтүстігінде қырғыздар өмір сүрді. Түрік қағанаты құлағаннан кейін бұл тайпалық бірлестіктер бір-біріне үздіксіз шабуылдар ұйымдастырумен болды. Міне осындай кезеңде Қият Бөржігін әулетінен шыққан Темучин өзінің ерен ерлігімен тарих сахнасына шықты. Темучин моңғол елінің атақты билеушісі, рубашысы Есугей батырдың отбасында 1155 жылы дүниеге келген. 1203-1205 жылдары керейттерді, наймандар мен меркіттерді талқандап, татар-моңғол тайпаларының басын біріктіріп, халық алдында абырой жинаған Темучин 1206 жылы көктемде моңғол көсемдерінің құрылтайында бір ауыздан моңғолдардың әміршісі, ұлы ханы болып сайланып, Шыңғыс хан деген лауазымды атқа ие болды. Шыңғыс хан түркі-моңғол тілдерінде көктен жаралған деген ұғымды білдіреді. Осылайша орталық Азияда ұлы Шыңғыс хан мемлекеті құрылды. Шыңғыс хан мемлекетті басқару құрылымы бойынша 3 әскери әкімшілік аймаққа бөлді. Олар оң қанат Барунғар, сол қанат Жоңғар және орталық қанат Кул. Әр аймақ бірнеше түменнен тұрды. Әскердің жалпы саны 95 түменнен болды. 10 мың әскер түмен болып есептелді. Оны түмен басы басқарды. Түмен мыңдыққа бөлінді. Мыңдық 1000 әскерден тұрды. Оны мың басы басқарды. Мыңдық жүздікке бөлінді. Жүздікте 100 әскер болды. Оны 100 басы басқарды. Жүздік ондыққа бөлінді. Ондықта 10 әскер болды. Оны 10 басы басқарды. Мемлекеттің басты заңы жасақ, яса деп аталды. Жасақ 2 бөлімнен, яғни Шыңғыс қағанның нақыл сөздерінен және ел басқарудағы кейбір басты мәселелер жөніндегі шешімдерден тұрды. Жасақ әскери және азаматтық заңдардан құралған. Шыңғыс ханның өзі заңды берік ұстанған және қол астындағы халқы мен мұрагерлеріне заңға бағынудың үлгісі бола білген. Жасақ заңы бойынша өзін-өзі хан деп жариялаған, майданнан қашқан, сатқындық, ұрлық жасаған, жалған куәлік берген, үлкенге құрмет көрсетпегендер өлім жазасына тартылды.